Алдымен есепті шығармастан бұрын амалдардың орындалу ретін анықтап алайық. Бірінші мысалдағы өрнекте бірінші амал қайсысы болады? Жақшаның ішіндегі бөлу. Жақшаның ішіндегі бөлу. Жақсы. Дұрыс. Мына амалды бірінші амал ретінде алуға болады, бірақ та бәрібір. Жақсы, жақшаның ішіндегі бөлу. Екінші амал қайсысы? Жақшаның ішіндегі қосу. Дұрыс. Үшінші амал қайсысы? Көбейту. Төртінші амал? Азайту. Басқа амал бар ма тағы? Жоқ. Жоқ, дұрыс. Енді есепті шығарайық. Шешу. Бірінші амал. Қазір. Бірінші амал бөлу. 5,7-ден 1-ді бөлу керек 20-ға. Бөлуді орындамастан бұрын қараңыздар, қарап алайық. Бізде аралас санды бөлу керек натурал санға. Ол үшін біз аралас санды бұрыш бөлшекке айналдырып аламыз, ал натурал санды бөлшек түрінде жазамыз. Сонда 5,7-ден 1-ді бұрыш бөлшекке айналдырған кезде қандай бөлшек шығады? 7-ден 36. Дұрыс. 7-ден 36 бөлу нешеге? 1-ден 20. Дұрыс. 1-ден 20-ға. Тең. Ары қарай не істейміз? Жазамыз 7-ден 36-ны көбейтеміз 20-дан 1-ді. Дұрыс. Біз көбейту амалын бөлу амалын көбейту амалын ауыстырамыз да, мына екінші бөлшектің, екінші санның кері санын жазамыз. Яғни 20-дан 1. Тең. Ары қарай қараңыздар. Көбейтуді орындамастан бұрын нені көруге болады? Қысқарту. Дұрыс. Қысқарту. Нешеге қысқарады? Неше? 36-мен 2-ге қысқарады. 4-ге. 36-мен 20 2-ге қысқарады. 2-ге қысқарады, немесе одан үлкен сан бар? Дұрыс. 4. 4-ге қысқарады. 36-ны 4-ге қысқартқан кезде неше болады? 9. Ал 20-ны 4-ге қысқартқанда? 5. Сонда бізден неше шығады? 7 көбейту 5 және 9 көбейту 1. Дұрыс. Ары қарай қысқара ма? Айтыңыздаршы тағы. Жоқ, қысқармайды. Қысқармайды. Демек, көбейтуді орындаймыз. Қандай бөлшек пайда болады сонда? 35-тен 9. 35-тен 9. Бірінші амалымыз аяқталды. Енді келесі амалға көшейік. Келесі амал. Екінші амалда не істеу керек? Айтыңыздар. Қосамыз. Кімді кімге қосамыз? 35-тен 9-ды 4-тен 7-ге. Дұрыс. Бірінші амалдың нәтижесін қосамыз 4,7-тен 1-ге. Жазайық. 35-тен 9-ды қосамыз 4,7-тен 1-ге. Тең шығады 4,35-тен тік. Алдымен қараңыздар, бізде мұнда қосу амалы тұр. Демек, онда бүтін бөлігіне қосуға болады. Бірінші бөлшектің бүтін бөлігі нешеге тең? 0-ге. 0-ге, дұрыс. Демек, мына бөлшектің 0 бүтінін қосқан кезде 4 бүтінге неше болады? 4. Дұрыс. Енді ортақ бөлімге келтірейік. 35 пен 7-ні ортақ бөлімге келтірейік. Неше болады ортақ бөлімі? 35. Дұрыс, 35 болады. 9-дың толықтауышына неше деп жазамыз? 1. 35-дің толықтауышына біз жазамыз 1 деп, ал екінші бөлшектің толықтауышына неше деп жазамыз? 5. Жақсы, енді көбейтейік. Неше болады? 9. Қосу неше? Анда 1.
5. Мына бүтін бөлігімен шатастырмаңдар, бүтін бөлігін біз жаңа ғана қосып қойдық. Оған тиіспейсіңдер. Енді есептейік. Қандай 14. 4 бүтін 35-тен 14. Дұрыс, 4 бүтін 35-тен 14. Жақсы. Ары қарай мына бөлшегіміз қысқара ма? Жоқ. жетіге. Қысқарады ғой. Нешеге қысқарады? 7-ге. Дұрыс, 7-ге. Қысқартайық. 14-ті 7-ге қысқартқан кезде неше болады? 2. 35-ті 7-ге қысқартқанда? 5. 5-тен шығады 4 бүтін 5-тен 2. 4 бүтін 5-тен 2. Жақсы. Ары қарай қарасаңыздар қысқармайды ештеңе. Осы қалпында қалдырайық. Келесі амалға көшейік. Үшінші амал. Үшінші амал қандай амал? 6 бүтін 9 көбейту 1 бүтін 3-тен 2. Так, 6 бүтін 19. Ой, 63 бүтін 19. 63 бүтін 19-ды көбейтеміз нешеге? 1 бүтін 3-тен 1 2. бүтін 3-тен 2-ге. 1 бүтін 3-тен 2-ге. Тең. Көбейтейік. Қараңыздар. Қалай көбейтеміз? Онда бөлшекті жай бөлшекке айналдырамыз. Дұрыс. Онда бөлшекті жай бөлшекке айналдырамыз. Сонда қандай бөлшек пайда болады? Айта қойыңдар. 63 бүтін 19. 63 бүтін 19. Көбейту керек 1 бүтін 3-тен 2-ге. Енді қараңыздар. Не істейміз? Екі бөлшекті де не істеуге болады? көбейтуге. Жоқ, көбейтуге болмайды. Екі бөлшекті де қандай бөлшекке өзгертеміз? Екі бөлшекті де. Бұрыс бөлшекке. Бұрыс бөлшекке өзгертеміз. Дұрыс. Кәне, өзгерте қойыңдар. Сонда бірінші бөлшек қандай бөлшек болады? 630. Так, 630. Оннан неше болады? 639. Дұрыс. Оннан 639-ды көбейтеміз нешеге? 3-тен 5. Дұрыс. 3-тен 5-ке. Жақсы. Енді көбейту амалын орындамастан бұрын қараңыздар. Екі бөлшек қысқара ма? Қысқарады. Нешеге қысқарады? 10 мен 5. 639 3-ке 5-ке. Дұрыс. 639 бен 3. Қараңыздар, мен мына екі санымыз 3-ке қысқарады, ал мына екі санымыз 5-ке қысқарады екен. Жақсы, алдымен 639 бен 3-ті қысқартайық, екеуі де 3-ке қысқарады дейсіздер. Жақсы, 3-ті 3-ке қысқартқан кезде неше шығады? 1. Ал 639-ды 3-ке қысқартқан кезде неше шығады? 213. Дұрыс, 213. Жақсы. Енді 10 мен 5-ті қысқартайық. 10 мен 5 нешеге қысқарады? Тура 5-ке. 5-ке қысқартайық. 5-ке. Сонда 5-ті 5-ке қысқартқан кезде неше шығады? 1. Бір. 2. Жақсы. Аға шыққан санды бұрыс бөлшекке дұрыс бөлшекке айналдырамыз ба? Қазір көрейік не шығатынын айтылуын аспай тұрды. Так, кәне. Қандай сан шығады? Айтыңыздар, қандай сан? 2-ден 213. 2-ден 213. Жақсы. Енді қараңыздар, мына жерде сұрақ туындап тұр бізде. Бұны айналдырамыз ба дейді. Жай бөлшекке. Әзірге айналдырмай қояйық. Біз көрейік, не істеуге болатын. Төртінші амалды көрейік, не істеуге болатын. Енді төртінші амалды орындайық. Төртінші амалымыз бізде кімнен кімді азайтамыз? 2-ден 213. Үшінші амалдан шыққан санды азайтамыз жақшада шыққан. Дұрыс. Яғни, үшінші амалдың нәтижесін азайтамыз, мына екінші амалдың нәтижесінен, е? 2-ден 213-ті азайтамыз 4 бүтін 5-тен 2-ге. Азайтамыз 4 бүтін 5-тен 2-ден. Не істеп жүрген дұрыс? Қараңыздар, бұл жерде жаңағы айтқандай істеуге болады. Бірақ та мұнда жеңіл болады. Екеуінде аралас санға айналдырған. Аралас сан, кешіріңдер, бұрыс бөлшекке айналдырғанымыз. Азайтуда бұрыс бөлшекке айналдырғанымыз дұрыс болады. Бірінші бөлшек тұра берсін сонда бізде 2-ден 213 азайту. Екіншісін бұрыс бөлшекке айналдырайық. Қандай болады сонда?
Бестен Бестен жиырма Бестен екі. 22. Бестен 22. Тең. Жақсы, енді не істейміз? ортақ бөлімді табамыз. Ортақ бөлімі 10. Ортақ бөлімі 10. 10. 10. 10. Жақсы, енді мына жерге шапочкасына неше деп жазамын? 5. 5. Мына жерге шапочка неше деп жазамын? Анда 2. 2. 2. Жақсы, енді есептейік. 213-ті 5-ке өткен кезде қанша болады? Есептеп қой. Мың. Елу. Жоқ. 213-ті 5-ке көбейтіңдер, кәне бағанда Мың. тез. 1065. Дұрыс, 1065. Азайтамыз нешеден? 44-тен. 44-те. Иә. Жақсы, есептейік. Сонда 10-нан неше шығады? 10-нан 1000. 1021. 1021. Жақсы. Бұл бізде ең соңғы амал, төртінші амал. Енді жауабын аралас санға айналдыру керек, немесе ондық бөлшек түрінде жазу керекпіз. Бұл санды бізде ондық бөлшек түрінде жазуға болады, иә? Иә. Еске түсірейік. Қараңыздар, бізде астында 10 тұр. Үстінде 1021 тұр. Ондық бөлшекпен жазсақ қандай бөлшек пайда болады? 0,10 10 мыңнан Жоқ, олай емес. Қараңыздар. 0-дің үстінде неше тұр? 0-дің үстінде неше тұр? 2. 1. Қараңыздар, сіздерге кішкене түсінікті болу үшін былай істейік. Сіздер ұмытып қалған шығарсыздар. 1021. Мен былай жазайын. 10-ды былай жазайын. Қараңыздар, 0-дің үстінде неше тұр? 1. 1. Так, 1-дің орнына нені жазамын мен? Өтірді жазамын, естілді ме? Өтірді жазатын едім. Өтір. Ал мына жерде бізде ештеңе жоқ, демек оның орнына нені жазамын? Қалғанын 102. 102 жазамын. Сонда бізде қандай бөлшек пайда болады? 102 бүтін оннан 1. 102 бүтін оннан 1. Так, есебіміз аяқталды. Жауабы 102 бүтін оннан 1.